Саламатсыздар ма? Бүгін біз үй жағдайында магазиннің сүтінен сыр жасайтын боламыз. Көреміз. Так, бізге 1,5 литр сүт керек. Бұл бізде дүкеннің сүті, магазинский. Үйдің сүтінен жасасаңыздар, және, конечно, одан да әдемірек болады. Менде қазір дүкеннің сүті. Сүтімізді газге қойдық, қайнатамыз. Сүтіміздің проценті көбірек болса, жақсырақ болады. Және біз 3 шай қасық ас тұзын қосамыз. Және қайнатамыз. Және бізге 3 жұмыртқа керек. 3 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Сырдың көлеміне қарай, мысалы көп сыр жасасаңыздар, көп жұмыртқа қосасыздар. Және осындай магазиннің қаймағын осы жұмыртқамызға қосамыз. Үйдің қаймағы болса тіпті жақсы, конечно. Мен бүгін магазиннің сүті және магазиннің қаймағынан жасап көрем деп шештім. Қалғанын әйелім жейді. Және осы жұмыртқа мен қаймағымызды бір келкі болғанша, сүй болғанша жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Жақсылап араластырмасаңыздар, болып тиіз. Дұрыс қой, жақсылап араластырыңыз. Өте дұрыс. Так, мынау жұмыртқамыз бен қаймағымыздың консистенциясы осындай болды. Қоймалжың, әдемі. Енді жұмыртқа мен қаймағымызды осы қайнап жатқан сүтімізге құямыз. Және араластырып, осылай ақындап қайнатып, 4-5 минутқа дейін ұстаймыз. Сонда біздің сүтіміз былай ақындап іру керек. Уже ақындап іріп басталған сияқты. Міне сүтіміз іріп жатыр. Қасығым астын постоянно осылай бұлғап тұрамыз. Әлі 2-3 минут қана уақыт өтті. Асты күйіп кетпес үшін астына ақырын отқа қойып, осылай постоянно бұлғап тұрасыздар. Сонда міне осылай ақындап ірейді. Бұл бізде магазиннің сүті, тағы айтам. Магазиннің қаймағы. Осыдан сыр жасаймыз қазір. 5-10 минут қайнаттық. Осындай бірімшігі бетіне шықты. Енді осындай арнайы ыдысымызға, енді бұндай ыдыс болмаса сеткаға, немесе андай сүзгіш ожауларға, сондайларға прессовать етсеңіздер, марлыға прессовать етсеңіздер болады. Ал мен осыған істеп көрейін. Бисмиллах деп. Сырымызды. Ұстап тұра ғой, жаңа ұстап тұрам деп отырмын. Енді осы ірімшігімізді осылай суын сорғытып қасықпен прессовать етеміз. Және бетіне осылай үстіне тарелка салып прессовать етіп, ауыр затпен болмаса осындай
5 литрлік мен ішіне май қойып қоямын. Осылай суын сорғытамыз. Астына су ағу керек. Так, мына жағынан бір сағаттай тұрды. Енді айналдырып, екінші жағын қоямыз. Бісміллә деп. Ой! Осындай болған екінші жағы. Енді осыны жаққа түсіреміз. Жақындап. Енді осы жағынан да престеп қойып қоямыз тағы да. Қанша уақытқа? Ну, скорее всего, таңертеңге дейін тұрады. Ертеңгісін көрсетеміз. Болды. Бүгін де көрсету болады, просто ертеңге дейін. Так, сырымыз түдің ойы тұрды. Енді босатып аламыз. Осы жеуге асық болып тұрмыз барлығымыз. Бісміллә деп түсіріп керек. Енді турап дәмін көрейік. Бісміллә деп. Мәссә. Керемет. Не, қандай сыр. Қандай қалыңдықта турасаңыздар да. Бісміллә деп не? Сыр осындай шыққан. Так. Әдемі сыр. Күшті екен. Су керек, андай су керек, салқындай жерде күшті болатын сияқты ма? Кішкене кеуі керек те. Сырымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Каналға қосылып лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.